Достар, сәлем. Бүгін сіздерге көкөністері езілмей, дәмі балдай керемет боп пісетін дымляма рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Мен дымляма үшін алдын ала тұздалып, бұрышталған ет қолданамын. Сол кезде бұл тағамның дәмі ерекше, ал ет ауызда еритін болады. Етті мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, осындай орташа етіп турап аламын. Келесі дымляма үшін бізге керек көкөністер: бір үлкен пияз, қызанақ және сәбіз. Пияз бен қызанақты осындай жуан домалақ етіп тураймын. Олардың жуандығын өзімнің саусағыммен өлшеп сіздерге көрсеттім. Сол кезде олар езілмей, әдемі болып піседі. Ал сәбізді орташа домалақтарға кесіп шығамын. Сонымен қатар дымлямаға үлкендігі орташа картоптар таңдаған дұрыс. Мінекей үлкендігін видеодан көруге болады. Осы картопты мен екіге бөліп тураймын. Және әрине бізге кішігірім қырыққабақтың жартысы керек болады. Бұл көкөністі мен тағы екіге бөліп, арасын мінекей осылай өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай ажыратып аламын. Ал енді қызып тұрған қазанға кішкене сұйық май құйып, ең алдымен етті жан-жағынан қызартып, қуырып алған дұрыс. Етті мінекей осылай қуырып алғаннан кейін үстіне туралған пиязды тізіп шығамыз. Пияздан кейін сәбізді де дәл солай қоямыз. Тұздап, бұрыштап алуды да ұмытпаймыз. Сәбізден кейін туралған картопты саламыз. Одан кейін қызанақты салып, тұздап, бұрыштап болғаннан кейін 3-4 тілім сарымсақтан да қоссақ болады. Ең соңында қазанның бетін 40 қабатпен мінекей осылайша жабу керек. Ал енді қазанның қақпағын жауып, дымляманы орташа оттан сәл төменгі отта шамамен 2 сағаттай пісіреміз. Осы 2 сағат ішінде қазанның бетін ашпаған абзал. Мінекей достар, 2 сағаттан кейін дымляма дайын, көкөністері езілмей, толықтай пісіп, еті жабыспай, күймей керемет болып пісті. Ал енді дымляманы дастарханға тарту ету үшін оны үлкен әдемі ыдысқа түсіреміз. Көкөністерді видеода көрсетілгендей рет-ретімен түсіріп болғаннан кейін ортасына етінен саламыз. Мінекей достар, еті күймей, жабыспай, толықтай пісіп шыққан. Ал енді бетіне сорпасынан құйып шығамыз. Соңында тағамның бетіне міндетті түрде ас көктен себеміз. Барлығын қазанға салып 2 сағатқа ұмытып кететін өте оңай қолжетімді өнімдерден дайындалатын дәмі керемет тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, маған қолдау ретінде лайк қойып, коммент қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.